Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұп-жұқа, жұмсақ болып шығатын құймақ дайындаймыз термомикстің көмегімен. Ол үшін керекті құралдарымызды мөлшерін описаниеге жазып қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең әуелі сүтімізді, суымызды құямыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Керек мөлшерін жазып қалдырамын. Қантымызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды, тұзымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды саламыз. Қақпағын жауып, 20 секунд скорость 7-ге қоямыз. Видеомды толығымен көрген болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Маған каналыма тіркеліп кетіңіздер. Тағы да қазақша видеолар түсіретін боламын. Құймағымыздың сұйықтығы дайын болды. Табамызды қыздырып, кішкене май жағып, бөлек табаға қиып аламыз құймағымызды. Табамызды май жағып, айналдыра отырып құйып шығамыз. Сосын екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Қолымыздың көмегімен айналдырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Құймағымыз дайын, жұмсақ, жұқа, жыртылмайтындай болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.